Гипноз арқылы адамдарды емдеуге болады, және эстрадный түрі болады, және педагогический түрі болады. Өте көптеген түрлері болады. Бүгін гипноздағы сендіруге тоқталып кетемін. Гипноздағы сендіру деген бірден миға әсер ету. Мысалға, бүкіл денесін босаңсытып, ұйқылы ояу күйде жату. Жүрегінде тыныштық, жанында жайлылық. Мысалға, гипнозға түскен адамға сендіресіз. Сіз орманда жүрсіз, қазір тұрасыз да гүлдерді иіскеп жинайсыз десеңіз, ол тұрады да кәдімгідей орманда жүргендей сезінеді өзін, гүлдерді иіскеп жинап жүреді. Және алдын ала, мысалға, адамдардың қандай армандары бар, алдына қойған мақсаттары бар ма, сенімділік орнатқысы келе ма. Мысалға, солдат әскерге кеткен, жарты жылдан кейін қызы күйеуге кетіп қалып, уайымдағаннан үсті басын бәрін экзема алып кетеді. Соны ешқандай да дәрі дәрмектер көмектеспей, гипноздағы сендірумен 20 күннен кейін үсті басындағы дәрі дәрмексіз, уколсыз экземасы кетіп қалады. Осындай 30 минуттан, 20 минуттан 5 сеанс жасау арқылы түрлі тәуелділіктен, түрлі аурулардан осы гипнотерапияда, гипнозда емдеу